Сәлем қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын әрі өте дәмді, пайдалы болған каркаде компотын дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен суымызды дайындап аламыз, сосын керегінше қант қосатын боламыз. Сосын осылай каркаде гүлдері, бұл каркаде кез келген магазиннен табылады. Сосын осылай морозильникте қатырылған слива қостым. Бұл тек қана дәм беру үшін кішігірім ғана. Сіздер кез келген жеміс-жидектің түрін қоссаңыздар болады, алма қоссаңыздар да болады кез келген, немесе мүлдем қоспай қоссаңыздар да болады. Тек каркаденің өзімен де өте дәмді, өте пайдалы компот шығады. Мінекей барлық ингредиенттерімізді салып алған соң қайнатуға жібереміз. Бұл компот көп қайнатып шарт емес, қайнап шыққан соң 2-3 минут қайнатсаңыздар жеткілікті болады. Каркаде адам ағзасына өте пайдалы. Біріншіден ол мочегонный болады, яғни денеңізде ісіктер болса кетіреді. Екіншіден жүйке жүйемізді орнына келтіреді. Үшіншіден ұсталыс дейді ғой, егер шаршау болса шаршауыңызды қандырады, яғни миыңызды тынышталдырады, давлениені түсіреді. Адамның аппетит жоғалған кезде өте көмектеседі, яғни ауырып қалған адамға беретін болсаңыз, адамның ағзасына өте пайдалы. Сосын осылай бөлме температурасында суып тұрған компотымызды цитадан өткізіп ыдыстарымызға құйып алатын боламыз. Цитадан өткізуіміздің себебі гүлдің мусорлары болса өтіп кетпейді, тұп-тұнық компот болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін. Мен осы компотты жасасам бір күннің ішінде мүлдем қалмайды. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.